Ассаламу алейкум баршаңызға. Мен бүгін мына Атырауда хит болып атқан резинка қармағын бір түрін сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Бүгін шілденің 4-і 2026 жыл. Мына Атырауда көкшеркеге хит болып атқан қармақтардың бірі резинка деген. Басында мынандай груз болады. Салма дейміз ғой, енді салма болады. Басында кішкене мынандай капрон жібереміз, сосын где-то бір құлашпен алғанда, енді бір құлаш қой полный метр жарым, где-то 2 метр алуға болады. Соның келемізде соңында мынандай жилкі келеді. Жилкі байланады. Содан кейін жилкі байланғаннан кейін тек бір 20 сантиметр алғаннан кейін жилкіге қосақтасып мынандай резинка байланады, жигут. Бұл жилкінің қасына жигуттың қасына жилкі қосақтасып байлағасын, жилкіні кішкене артықтау аламыз, бір 3 құлаш 4 құлаштай. Ал мына жигутты ол созылады, ол кергенде сол теңесу керек та жилкімен. Сондықтан бұны бір құлаш алып қоямыз, созғанда бір 3-4 құлашқа барады. Бұл жилкі қосылған түрі бір минусы бар. Балық түсті ма тартып суырып алу керек болады. Ал бұның резинкінің екінші түрі бар. Мынандай тек қана жигуттың өзін байлайды, қасына мынандай қосақтасып жилкі байламаймыз. Сонда бұл бір лақтырасыз, жайықта отырып, жағасында тек тартасыз да балық шығарасыз, кейін қармақ жіберіп қоясыз, кейін кетіп қалады. Ол түрі жақсы, бірақ ол ағыс жоқ жерлерге, бізде ағыс бар жерлерге қосақтасып байлаймыз да, әр жерін шуатпай, просто әр жеріне мынандай катушкамен болсын, изолента жабыстырып орап жіберуге болады. Сол келеді де енді нарыдан бітеді. Міне мынандай бір 3-4 құлаш аламыз да бітеді. Біткеннен кейін қармақтар басталады. Міне мына қармақты көкшерке жақсы алу үшін поводок дейміз, мына баулығын мына полный бір қарыс болса, бір қарыстан чуть кішкене аламыз. Себебі төменмен жүреді көкшерке. Ұзын болса андай ақмарқа, сыла дейміз ғой, аққайраң, сондай балықтар көп түседі. Бұл көкшеркеге тек арасы қармақтың бір қарыс болу керек. Міне бір қарыс, қарыс жарым. Мына менікі 2 қарысқа жақын екен. Бір 3-4 қармақ осай. Міне бір қармақ, 2 қармақ, 3 қармақ, 4-5 қармақтай сөйтіп кетеді. Сосын бұны алысқа лақтырып, жайықта тек тартып отыра бересіз ғой. Достар, қызықты болса лайк басайық. Қалай жасалатынын түсінбей жатсаңыз, комментарий қалдырыңыз, жазып жіберем. Резинка қармағы қалай жасау сондай. Мына жилкі қосақтасқан түрі, түсінсеңіздер. Бұның жигут түрі бар, 2 түрі бар да. Мына жигут пен жилкі қосақтасқан түрі. Бұл ағыс бар жерлерге құрылады. Қолмен тартқанда, жилкімен келгенде қолға соғып тұрады да, грузіліңіз бейтіп тартып тұрғанда жайықтан. Сондықтан да бұл жақсы қолмен сезуге. Бірақ бір балық түскен сайын суыру керек. Суырып қайта лақтыру демесеңіз, жақсы түрі. Сол жигут түрі бол, ол да жақсы, бірақ жайықта отырасын, ол тек бір лақтырасын жигутпен болды. Сол